Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Avto және texnika kanalına hoş geldinizler. Bugün sizlerмен men Aqilbek. Bugungi түсірілетін videomuz Nexia avtoko'yligining gidrokompensatorini қалай ашамыз және қалай тазалаймыз, соны көрсететін боламыз. Кеттік. Мінекей достар, бұл Nexia avtoko'yligining өзінің родной гидрокомпенсаторы, мінекей басылмайды, қатты болып тұр. Бұны көбісі жәндегідей преске салып, мынаны қысып, майын шығарып, қайтып салады. Негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын, мен өзіме. Желательно бұны ашып, мына жерінен ашылады, мінекей. Мына жерінен ашып. Ашылды. Бұның ішінде мысалы қатып қалған май болуы мүмкін. Мынандай қатып қалған майлары болады. Ішінде мына астыңғы жағында да майлар болады қатып қалған. Солардың бәрін жуып мынандай бензинге. Мындай отвертканың ішіне матаны орап, ішін жақсылап жуып тазаласаңыздар, сіздерге көп уақыт қызмет істейтін болады бұл. Мінекей іші де тазаланды. Астында гидрокомпенсатор ұруы, осының іші жәндегі майдың күйгені смола болып жабысып қалады, содан гидрокомпенсатор дұрыс жұмыс істемейді. Неге мынандай жерлерден ашылып. Егер карп болатын болса, карпты мына тесіктен ұрып, ішін жақсылап жуып жіберуге болады. Мінекей мынау несін шарик, бұл жерде клапан есебінің жұмысын атқарады. Орнына жауып, пружинасын қойып, гидрокомпенсаторның ішіне саламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, ішіле қиынды емес. Біз қазір бұны головкаға салып, жәндегі үстіне пастелін жапқан кезде оңай тартылады бұл. Құдай болса жақсы жұмыс істейді. Мына қалай істеп шығасыздар. Кейін головкаға салып жинай берсек болады. Мінекей, өстіп гидрокомпенсаторды жинаймыз. Бірінші мынау шарик тұрады мына жерде. Кейін мына пружинаны мынаның ішіне салып, өстіп қоямыз. Оған мына пружина тұрады. Мынаған саламыз. Колесосы. Мінекей гидрокомпенсаторымыздың бәрі тазалап жуылды, басылады өзі. Гидрокомпенсаторларымыз дайын барлығы. Көп мән беретін жер мынау гидрокомпенсаторның басындағы кіріп шығатын несі. Осы көбісінде майысып, жәндегідегі ішіндегі давленияны ұстамайтын болып қалады, содан гидрокомпенсатор болуы мүмкін. Бұлар дайын енді бізде. Бұны сала берсек болады орнына. Бәрі істеп тұр.
ішін ашып жақсылап тазаладық. Мінекей достар, өстіп гидрокомпенсаторды тазалайсыздар. Енді бұған пастелін қоямыз. Мінекей бұл пастеліміз бізде распредвал сынып кеткен болатын. Распредвалда жаңасын қоямыз. Ол үшін сальниктері жақсы, сонда да ауыстырып тастайық. Жаңа мотор болған соң. Мінекей жаңа сальнигіміз. Размер 2-1 сәйкес келеді. Ешқандай ұрудың қажеті жоқ. Өзі кіреді. Өстіп қоямыз. Мінекей сальникті салып алдық. Енді бұған распредвал саламыз. Мінекей жаңа распредвалымыз. Миксерге дейін. Ол үшін мынау пастельдің ішін майлап алуымыз керек. Тазалап тазаланған, бірақ сонда да бір тазалап алайық. Жақсылап сүртіп тазалағанымыз. Основной мотор жинауға тазалығына көп мән беру керек. Ішін енді кішкентай мұсырларды майды. Бұның распредвал салудан бұрын мына жерлерін майлап алу керек. Кисточканы қолданған дұрыс. Бізде кисточка жоқ, зубной щеткамен де болады. Сальникті басын кішкене майлап жіберсек жақсы өтеді одан. Орнына түсті. Енді бұның артында мына шелесі бар. Енді бұны орнын эксен қатырып қоямыз. Жақсылап тартып қояйық. Пастельге қойылды распредвал. Енді бұны кулачоктары. Мінекей, мынау кулачок дейді бұны. Кулачоктың бейті қарасаңыздар тіркелте болып тұр. Бұлар өзінікі, жарамды бұлар. Сол үшін өзінікін салатын боламыз. Егер кулачок жарамсыз болса, мына жері ойылып кетеді. Оны ауыстыру керек. Кулачоктарын салып. Мінекей кулачоктарымыз. Мінекей гидрокомпенсаторды қойдық, кулачоктарын қойдық, бәрі орнында. Енді мынау распредвал пастелімізді қоямыз. Бұл головкамыз дайын, достар. Көрсеткен видеомыз ұнаған болса, сендегідей бізге шабыт беретін лайк басып кетіңіздер.